Барлықтарыңа сәлем, Ердәулет, саған тосын сыйым бар. Бұл жігіт әлі білмейді. Қысқасы, сен қазір биномада менің шотымнан 5000 теңгемен 4 сделка ашасың, при этом анализін айтып отырасың. Үстінен түскен табыс сенікі. Если проиграешь, маған должен боласың. Қалай? Сіздің шотыңызбен ба? Менің шотыммен. А так реальный уақытта? Прямо здесь и сейчас, короче, қысқа мерзімде 4 сделка ашасың, 5000-нан. Готов? Давайте попробуем. Давайте попробуем, уверенно. Ұтылқасан қарыз болсын маған. Давайте. Таныстырып кетейін достар, өткен жолғы мен кафене отырған кезде бұл жігіт мен қасыма келіп, амандасып, мен сіздің оқушымыз деген. Оказывается, $700 айына трейдинг арқылы табыс табады екен. Өзі негізінде әртүрлі биржаларды сделка ашады, вроде Форексің ба сенде? Форекс, По Форексу көп жағдайда. Бірақ қазір биномадан өзінің бақытын испытывать ететін болады. И, кстати, сол кездесуден кейін бұл жігітті бірден командаға шақырдық. Қазір бізде куратор, еще бізбен бірге сделкаларға қатысуда. В общем, кеттік. Анализ басталды. 5000 теңгеге қойып қой. Аха, так, Евро-USD. Евро-USD, ага. Банач арқылы. Неге төменде ашылған жерді тез айтып кетші енді? Баначыда. Төмен бару керек па, короче? Иә. Осынау жерге дейін келді, содан баға төмен қарай кетеді. Хорошо, давай, келесі сделка. Бар менде. Келесі сделка. Так, келесі сделка бізде атак аудокат. Ага. Өзі Форекс отыр екен соң, тек пройс соқылыс қойып. Иә, мына жерде соның интереса бар. Зона интереса? Иә. Ага. Иә, мына жерде. И содан можно так 5 минутқа жоғары деп ашуға. Давай, давай. Кетті. Кетті. Келесі сделка, давай. Так, келесі сделка, так, еврокаттан көрейік. Еврокат? Так, мына жерде. Так, 2 минутқа жоғары деп ашуға болады. Қарашы, вообще қорықпайды. Мен сосын маған күн сайын жазады, мен саған ақша берейін, сен маған ойнатып берші. Достар, мен ешкімнен ешқандай ақша алмаймын. Менің атымнан біреу ақша сұрайтын болса, бұл мошенник, бұл пидар, ну, ты понял, короче. И поэтому мен ешкімнен ақша алмайтын себебім, біреудің ақшасын жұмыс жасаған, немного психологическое давление оказывать етеді. В общем, мына сен қазір 18 теңге ма, қанша? Наравно емес тауып аласың. А так, VP-USD-ден көрейік. Давай. Британский фунттан. Так, мына жерде. Как чувствуешь, да, без анализа? Просто как чувствуешь? Как чувствую? Кеттік онда. Направление правильное, просто чуть үстінен кіру керек төмен деп қазір. Так, жоғары деп па? Жоғары деп па? Ага. Куда он идет? Вниз идет, да? Да. Вот теперь нужно заходить вверх, кажется. Все? Да. Дай-ка. Хорошенько. Получается, 4 сделка кетті. Сен біреуін 50 000 теңге ашып жүрсің ғой еще? Ойлашы, 50 000, 5 000, 5 000, 5 000. Бір сделка 50 000 теңгеге ашып жүргесің ба? Евро-USD дейді ма? 13 секунд қалды. 10, 9. Минус дейді. В общем, бірінші сделка минус 5 000 теңге. Енді 3 сделканы күтеміз. Күтейік. Көріскенше сау болыңдар, VIP каналына тіркелін. Дәл қазір достар, осы видеоның астында сілтеме бойынша бинома тіркеліп, біздің Telegram каналына тіркеліп қойыңдар. Біз сіздерге осылай өзіміз сделкаларымызды қайталап, табыс табуға көмектесетін боламыз. И, кстати, 200 000 теңге жаңа жылда ойнатып отырмын, так что тезірек тіркел, қосыл. Ты, по сути, ничем не рискуешь. Давай. Ердәулет, мен түсінемін, то, что біріншіден давление болғаны, бұл менің шотым болды. Біреудің ақшасын мен рисковать ете қорқасын. Екіншіден мен сені астырдым. Тез. Негізінде бұл жігіт біраз долгосрокқа торговать ете алады. 1 сағатты 45 минут сделкалар. Егер де осы видеоның астында сіз бәрі саған шанс бер дейтін болса, ошол 20 000 теңге мен минусты кешіремін, біріншіден. Екіншіден, керісінше үстінен тағы да бір мүмкіндік берем, уже 30 000 теңге депозитпен. Если подписчики поддержат, екінші контентті күтеміз. Давай ма? Все хорошо. Все, давай.